Алматы қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Иманбекова Назира Нұрғалиевна. Сабақ тақырыбы Шерхан Мұртазаның 100 жылдық жара әңгімесі. Ұйымдастыру кезеңінде оқу мақсаты, сабақ мақсаты, бағалау критерийлері, сабақта қамтылатын құндылықтар таныстырылды. Оқушылар топтық жұмыс барысында Кенжекүл, Жуанқұл, Ахмет, Дадабай, Қаба Сақалдың Байшынар жанындағы диалогын өздері құрастырып айтты. Дескриптор бойынша оқушылар берілген тақырыптан ауытқымады, кейіпкердің көңіл күйін бере алды. Сабақ барысында оқушылардың қабілеттері мен зерттеу дағдылары туралы Жан Пиаженің оқушылар тек пассивті ақпарат қабылдаушы емес, белсенді зерттеуші рөлін атқаруы тиіс деген тұжырымы жүзеге асырылды. Сонымен қатар кәсіби даму мақсатым мен Action Research зерттеу тақырыбыма сәйкес пәндерді интеграциялау арқылы оқушылардың зерттеушілік дағдыларын дамыту көзделді. Пәндік интеграция сурет, математика, география, биология, этнография пәндері бойынша жүзеге асты. Саралаудың күрделендіру мен креативтендіру принциптері негізге алынды. Оқытудың жұптық, топтық түрлері ұтымды қолданылды. Әңгімеден табиғатты суреттеген түсті тауып оқылды. Автор қандай түстерді қолданған? Суретшілер әңгімеден табиғатты суреттеген тұсы мен Жуанқұлдың портретін жасанды интеллектіні қолдана отырып суретін салды. Тарихшылар болса, Ұлы Отан соғысының қазақ ауылына тигізген әсері туралы ақпаратымен бөлісті. Ол жерде мәтіннің қай жерінде және неміс фашисттері қай бетінен көрінді. Мәтіннің сол әңгіменің басында фашисттер туралы жазылған. Ол жерде батыстағы қара мылтық құтырып кеткенін жазған. Және де сол жердегі ауылда бір аптаның ішінде тоқтамай танктар жасаған. Шығармада қандай жер суаттары көрсетілген? Шығармада Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Талапты ауылы, Молдавия, Кишинев және Мыңбұлақ сияқты жер суаттары көрсетілген. Екінші сұрақ, ол оқиға қай жерде орын алды деп ойлайсыз? Бізде бұл Жамбыл облысының картасы. Осы Жамбыл облысында Жуалы ауданында, Мыңбұлақ ауылында оқиға өткен. Ретінде Жуанқұл тартып жатқан жаза дұрыс деп ойлаймын. Өйткені Жуанқұл, Дадабай және Қаба Сақал үшеуі Байшынар ағашын кесейін деп, бірнеше жылдан кейін Жуанқұл аттан құлап, өз омыртқасын сындырып, 40 жылдай төсектен тұра алмай жатты. 160 әмірге оған айыппұл салынатын еді. Немесе ол 24 сағаттай қызметтік жұмыстар, немесе 24 сағат бір тәулікке түрмеге отыратын еді. Жұрттар, яғни халықтар басқа ағаштарды отын қылып пайдаланса да, киіз үйдің шаңырағын пайдалануға дәті жетпейді. Біз оқыған 100 жылдық жара деген шығармадағы сияқты, біз барлығымыз көргенде бізде шаңырақты өте кері санайды. Қаншама көрсетті. Этнографтар әңгімеде кездесетін салт-дәстүр ырымдарға тоқталды. Шаңырақ жағылғанша сирақтары шабылғаны артық дегенде автор нені айтпақ болғанын түсіндірді. Үкіні қазақ үшін не үшін тағады? Бүгінде үкі тағу салты қайда орын алады деген сұрақтарға жауап тапты. Биологтар туындыда кездесетін емдік шөптермен таныстырды. Бақтияр бағының өсімдіктер мен жануарлар дүниесіне шолу жасады. Олардың ішінде қайсысын қазіргі тұрмыста қолдана алатынын айтты. Заңгерлер болса, Жуанқұл тартып жатқан жаза дұрыс деп ойлайсыз ба? Қазіргі уақытта оның ағашты кеспек болған әрекетіне қандай жаза қолданылар еді деген сұрақтарға жауап берді. Тілшілер болса,
Шығармада кездесетін мақал-мәтелдердің жау жағадан алғанда бөрі етектен, ылдида сиыр мұңресе, таудағы арқардың мүйізі сырқырайды. Ұра берсе Құдайды өледі. Автор не үшін пайдаланғаны тоқталды. Екінші тапсырмада әр топ өз QR кодтарын сканерлеу арқылы мәтіндегі көркемдегіш құралдарды тауып, қолданылу мақсатын түсіндірді. Сабақ қызықты болу үшін аналитикалық, кейс, диалогтық оқыту әдістері ұтымды қолданылды. Оқушылар кері байланысты Бортонның рефлексиялық моделі арқылы жасады. Сараланған тапсырмалар оқушылардың сыни тұрғыдан ойлау және зерттеу дағдыларын, тілдік және шығармашылық қабілеттерін арттыруға бағытталды. Василий Сухомлинский айтқандай, сабақ оқушылардың интеллектуалды өмірінде құр ғана сабақ болып қоймас үшін ол қызықты болу керек. Ал Жүсіпбек Аймауытов мұғалімнің айналысатыны үнемі қозғалып, өзгеріп, өсетін, өркендейтін тірі адам болғандықтан біркелкі әдістен табан алмай шектеліп қалуға болмайды. Сабақ беру үйреншікті жай шеберлік емес, ол үнемі жаңадан жаңаны табатын өнер деген. Сондықтан заман ағымына сай мұғалім шығармашыл, креативті, жаңашыл, ізденімпаз болуы керек. Мұғалім үздіксіз ізденіп, жетіліп отырғанда ғана мұғалім. Ізденуі тоқтағанда мұғалімдігі де жойылады деп Константин Ушинский бекер айтпаған.